Қазақстан футболының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-ке қосылып, футболды тамашала. Армысыз құрметті көрермен, тікелей эфирде футбол Қазақстан премьер. Рустам Омаров ысқырға шалды, кездесу басталды. Сіздермен бірге Астана Атырау арасындағы матчты тамашалайтын комментатор Әлімжан Асқар. Бұл qfl.kz сайтындағы матчтың тікелей көрсетілімі. qfl.kz, qfutbol.kz сайттарында ойынды көре аласыздар, және матчтарды телеарнадан qfutbol команда болып жиналып Атырауда балық аулауға барады. Ол да бір сондай керемет дәстүр. Мына жақта қателік, және Вороговский қателесті, қақпаға соққы, гол, есеп ашылды. Атырау командасы алға шықты. 25-ші минутта батыстан келген футболшылар есепті өзгертті. Стасевич гол аттырып. Астана Атырау 0-1. Қандай тамаша, ойынға интрига қосылды. Игорь Стасевич Атырауда алға шығарды. Нетке қателік қорғаныста Вороговский. Допты қақпашы қайтарды. Ойынға араласты. Чондрич. Сөйтіп, Еурокубокта Астана сапында гол соққан алғашқы Литва елінің ойыншысы атанды. Мына жақта керемет өтіп кетті. Карло Бартелес ортаға пас. Және гол емес. Джеффри Чинеду есепті тең қыла алмады. Хаткевич қайтарды. Біріншіден офсайд болды ма, болмады ма, соны көргіміз келіп тұр. Мына жақта қатесі бар ойын бол. Және Атыраудың тамаша шабуылын көріп отырмыз. Қазір не істеуге болады? Соққы жасауға болады. Чондрич қайтарды, тағы да бір соққы. Новак. Атырау командасының капитаны Стасевич. Ол 25-ші минутта гол соқты. Ортаға пас, қақпаға соққы, және гол! Есеп тең болды. Астана командасы екінші тайм бастай салысымен таразбасын тең қылды. 1-1 стандартты өте керемет орындады. Және елордалықтар екінші таймда бір гол саналды. Ана жақта біз енді көрермен реакциясына сәт қазір мына жақта бірге бір қақпашымен шығып кетуге мүмкіндік туындады. Асықпай пас берді ме саған? Енді соққы. Сигневич пас берген. Новак не істеп жатқанын түсіну қиын. Назми Грипши. Макси Бонг ортаға пас. Назми Грипши допты қақпаға бағыттай алмады. Назми Грипшиге көмек керек. Шедел жәрдем керек оған. Кожуколовас артқа пас. Бұл 17-ші турдағы ойын, кейінге қалған матч, өте маңызды кездесу Астана үшін. Атырауға қатты бір маңызды емес, бірақ Атырау ешкімге оңайлықпен берілмейтін команда. Міне соққы қақпаға! Тамаша сейв! Хаткевич дайын болды. Қатты кетіп бара жатыр Хаткевич. Керемет ойын көрсетіп, бүгін Атыраудың жанкүйерлерін тәнті етіп жатыр, әдеттегідей. Алаңнан кетті. Қауіпсіз, және гол! Гол! Астана есепті тең қылды. Бұл жолы ол гол есепке алынады. Бар Сосей шықты деп енді айтайын деп жатқан кезде гол соғылды. Оның авторы Бранимир Калайца. Қалайда гол соғамын деген Калайца есепті тең қылды. Оның бірінші голын санамада. Калайца бәрібір гол соғып кетті.
бір қазақстандық тағы да алаңда, ол Кәрімов. Астанаға серпін сыйлайтын гол екен бұл. Томасов допты әуелетіп көтеріп берді. Тамаша сәт Нәжімбек Гришидің тепкен добы қақпадан биік ұшты. Алекса Аманович допты әуелетіп көтеріп берді. Шыматов таласқан, ойдарды бұзылды, пенальти дейді төреші. Енді бұл жолы 11 метрден Астанаға соққы жасауға мүмкіндік беріп тұр. 83-ші минутта Астана командасы пенальти орындауға мүмкіндік алды. Рұқсат жоқ, енді міне ысқырық естілді. Назми Гриши қақпаға соққы. Гол! Астана алға шықты, 2-1. Чемпиондық таласта маңызды жоғары гол деп отырмыз. 85-ші минут Астана Атырау 2-1. Енді пенальти әділ болды ма жоқ па деген әңгіме. Жағдай тәуір болса керек. Төреші қосқан 6 минут тәмам болды. Құрметті көрермен, енді соңғы шабуылдардың бірі әуедегі допқа талас. Қақпаға соққы. Гол! Есеп 2-2. Атырау соңғы сәтте, соңғы секундта есепті тең қылып кете алды. Бұл не деген ғажайып. Бұл неткен фантастика. Астана Атырау есеп 2-2. Григорий Константинұлы Бабаян сене емес. Астананың жанкүйерлері де сенгісі келмейді. Шабуыл ұйымдастыратын енді тек Астана Хик матчындағы бір ғажайып орын алмаса екен. Қалай қолға тиді ме? Шабуыл жалғасады. Аманович допты әуелет көтеріп берді, әуедегі допқа талас. Пенальти сұрағаннан басқа амал жоқ. Бұрыштама боламатын болмаса. Бар қарап жатыр. Пенальти, тағы да пенальти қоюы мүмкін. Доп қолға тиді ме? Калайцаның қолында. Маусым тағдырын шешмек қазір ол. Бранимир Калайца қақпаға соққы. Гол! 3-2. 102-ші минутта. Астана Атырау матчында есеп 3-2. Елордалықтар 2 пенальти орындады. Бірақ біз қайталауды көрдік. Доп қолға тиген, құрметті көрермен, тиген. Сонымен матч аяқталды. Астана Атырау есеп 3-2. Таласқа толы, тартысқа толы, шуға толы ойын. Бұл матчты бәрі талқылайды. Бұл матч ел назарында болғаны сөзсіз. Бұл 17-ші турдың кейінге қалған кездесуі. Астана 3 ұпайда алды да көш басына шықты. Астана 10-ші орыннан 1-ші орынға көтерілген команда. Ал Атырау бұл шешіммен келіспейді. Атырау әрине соңғы пенальти үшін біраз таласайын деп тұр. Бұл енді футбол. Қазақстан футболының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ке қосылып, футболды тамашала.